кейбір ұлттық идентификация тұрғысынан қарасаңыз, біздің аталарымыз діннің мысалға аттарын, мысалға Ахмет Байтұрсынның қазақша әліппесіне қарасаңыз, ол жерде ол арабша және қазақша дыбыстанылатын аттар жазып қойған. Мысалға Умму Гүлсум бар, пайғамбарымыздың қызы. Оны қазақтар Мүгүлсүм деген. Мысалға Ахмат бар, оны қазақтар Ахмет деп берген. Ахмет деп жазған. Тіпті Ахмет Байтұрсынның кітабында қымен жазылған. Мысалға рахмет деген сөздің өзі рахмет деп жазған дегендей. Жалпы қазақ тарихында хандарымызды алсаңыз, барлығының несі бар? Әбілхайыр, Әбілмәмбет дегендей несі бар? Арабша діни аты бар. Ал енді дыбысталуына қатысты әрине біздің өзіміздің дыбыстану ережелеріміз бар. Құлаққа жақсы естілетін, қазақ логикасына келетін, мысалға тіпті Мұхаммед деген аттың өзін, Мұхаммед деп те келген. Бізде Мұхаммеджанов дегендер көп. Дегенмен Махамбет, Мұхамбет дегендей осылай дыбыстандыру арқылы жеткізген. Айшаны Қайша деген мысалға, Алины Қали деген, немесе Ғали деген, Исаны Қайса деген, Иса пайғамбардың, Дауытты Дәуіт деген, Сулейманды Сулеймен деген. Сол үшін жалпы осылай өзіміздің дыбыстану ережелеріне сәйкес ат берілген дұрыс деп есептеймін. Бірақ біреу қазіргі таңда осылай мен жоқ Мұхаммед емес, немесе Махамбет емес, немесе Мұхамбет емес, Мұхаммад деп берсем, енді ол да заң тұрғысынан тыйым салынбаған нәрсе. Мүмкін ұлттық код тұрғысынан ол дұрыс емес болып көрінуі мүмкін. Бірақ енді қазіргі таңда әртүрлі аттар бар. Біздің анау батыстан келген мода бар. Енді біздің тілімізде әрине арабша сөздер көп. Құқық тұрғысынан айтайын, құқық сөзі, үкімет сөзі, мәжіліс сөзі, әділет сөзі, осылардың бәрі ислам құқығынан кірген сөздер. Ал енді қазіргі таңда қарасаң, жастардың тілінде ол жерде де әртүрлі жаңа сөздер бар. Краш деген сөз бар, кринж деген сөз бар, лол деген сөз бар дегендей. Осы сөздердің барлығы біздің жастарымыздың арасында қолданыста.